Капал кәсіптік техникалық колледжі, мамандығы кондитер 17-ші топ. Оннан даярланған кондитерлік өнімдер пәні бойынша қашықтан оқыту сабағын ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: қамырдан жасалған шығыстың тәтті өнімдері. Сабақтың мақсаты: алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету және мамандықтарына деген қызығушылықтарын арттыру. Жан-жақты білімді іскер, өзіндік ойлау жүйесі дамыған, адамгершілігі жоғары, дені сау, барынша қабілетті жанды қалыптастыру. Бағалау критерийлері: қамырдың түрлерін ажырата алады, ашытқылы қамырдың илеу әдістерін біледі, дайын қамырдан өнімдер жасай алады. Қамырдан жасалған шығыстың тәтті өнімдеріне қысқаша сипаттама. Қамырдан жасалған шығыстың тәтті өнімдері көп еңбекті қажет етеді. Олар құрамы жағынан өте ұқсас, бірақ технологиясында ерекшеленеді. Олардың құрамдас бөліктермен рөлі әртүрлі болады. Шығыс тәтті өнімдерін бидай ұны, қант, крахмал, майлар, сүт, жұмыртқа, жаңғақтар, бадам, бал, эссенциялар, түрлі дәмдеуіштер, мейіз, кәмпит, түрлі жемістер мен жидектерді, ашытқы және басқа қосқыштар, сондай-ақ басқа да бірқатар қосымша заттарды қолданады. Май мен қанттың көп болуына байланысты шығыстың тәтті өнімдері өте қантты және ағзаға пайдалы. 100 грамм ұн өнімдерінің калория мөлшері 350-450 калорияны құрайды. Берілген ассортимент пен шығыс кондитерлік өнімдердің рецептері бастапқы шикізатта рецепт өнімдерінің ара қатынасына қарай немесе әртүрлі дәмдеуіштерді енгізумен ерекшеленеді. Қамырдың консистенциясы қалың және сұйық, ал дайындау әдісі ашытқылы, қышқыл және ашытқысыз тығыз. Ашытылған қамыр, май қоспа қамыр, сдобное тесто және ашытылмаған қамыр тығыз болып бөлінеді. Ашытылған қамырдың үйлеу әдісін бейне роликтен көреміз. Көрермендер, бүгін сіздермен біз мынандай қамырдың ашытылу жолдарын жасаймыз. Оны бір арнама кіріп жүрген қыз сұраған екен, сол үшін мен түсірдім. Көріңіздер, осындай әдемі ашытып жасалған қамыр қалай жасалатынын сізбен біз болып жасап көрдік. Ол әдемі қамырды ашыту үшін алдық, одан көп алмадық. Бір стакан су алдық. Бұл жерге сүт алсаңыз да болады, айран алсаңыз да болады, қаймақ қоссаңыз да болады, жартылай. Оның варианттары өте көп. Мен сүт осы кәдімгі қарапайым сумен істейтін вариантын. Сосын жаңа пістемай алдық, бір 50 грамм, бір жұмыртқа алдық, ашытқы алдық, кішкентай бір 7-8 грамм. Одан кейін қант алдық, қантымыз бір ас қасық үлкен, бір кішкентай шай қасық тұз алдық. Енді осыған қантты қосамыз. 5 минут күтіп, әдемілеп ашытқының пищевой пленка дейді ғой, сондай. Ашытқымыз көріңіз көтеріліп тұр. Енді осыған қосатын заттар орнына сармай қоссаңыз да болады. Енді ең бастысы бір стакан суымызды қосуымыз керек. Оның қоса бастаймыз. Міне дайын тұр. Енді осыған әдемілеп жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Міне осыған енді онда әдемілеп електен өткізіп алу керек, арасынан ауасы кіру үшін. Сондықтан ол міндетті түрде. Онда просто так жай қамыр илеп қойдық. Қазір енді осы үйдің жылуына байланысты, жылы жерге қойғанымызға байланысты 1 сағат тұруы мүмкін, 40 минут тұруы мүмкін. Қазір енді пакетке салып қойып қоямыз. Болды, қазір көреміз. Міне, қараңыз, бұл қамырымыз 2 есе онда көп үлкейген. Бұл қамырда айтатынымыз 1-2 рет басып қойдық арасында. Ашып тұрған қамырды қайта-қайта басып қойдық. Басып қойып қойып беріңіздер, міне көріңіз қандай жұмсақ қамыр болды. Енді бұл қамырдан бауырсақты да, шелпекті де, түрлі тоқаштарда, пиццада бәрі осы қамырдан істеуге болады. Сондықтан міне көріңіздер қандай әдемі. Ашытқылы қамырдың илеу әдісін көрдік. Енді сіздерге тапсырма.
Қамыр илеу үшін қандай сорттағы ұнды қолданады? 1 килограмм ұнға қанша грамм ашытқы қосады? Қамыр илегенде судың немесе сүттің температурасы қандай болу керек? Қамырдың құрамындағы артық көмір қышқылды қалай шығарады? Енді біз жоғарыда жаңағы айтып кеткен шығыс қамырларынан жасайтын жаңағы мазали тоқашын ұсынайын деп отырмыз. Assalomu alaykum hammalarga, Universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana bir ajoyib millilitr iliq sutimizga 150-200 gram shakar solamiz. Ko'p qilishingiz mumkin. Yaxshilab qoshiq uchida tuz solamiz. Bittasini faqatgina sarig'ini ishlatamiz. Uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Birdaniga ko'p unga solmaymiz. Samizni solamiz. Qoshiqda yaxshilab joyiga qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin yaxshilab aralashtiramiz. Birdaniga ko'p un solib qo'ymanglar. Un hammasi bo'lib 800-900 gram atrofida un ketadi. Xamir yumshoq bo'lishi kerak. Idishimizni yog'lab, zo'rlab qo'yamiz, oshishi kerak. Xamirimiz mana oshib chiqdi. Stolimizga un sepib, ozgina xamirimizni tushirib olamiz. Qo'yib, ustiga salafan yopib 5 minut yana tindirib qo'yamiz. 5 minutdan zo'rachalab nachinkasiga shokoladni pasta ishlatdim. Ichiga solib olamiz. Chetlarini yaxshilab yopib chiqamiz. Aylantirib, to'g'ri o'ramasdan ozgina burab o'ring. Bir tomonga oladim. Bunisini ham xuddi kirib qo'yamiz. 15 minutdan keyin tuxum sarig'ini ustiga suramiz. Oshxona issiq bo'lsa 10 minut. Ustiga kunjut sepamiz. 200-180 gradusda 20-25 minut pishiramiz. Mana bulchkalarimiz tayyor. Bo'ladi. Mana ichlari. Ашытқылы қамырдан жасалған мазали тоқашын көрдік. Енді сіздерге тапсырма. Инсерт кестесі бойынша видеороликтен көрген мазалик тоқаш туралы сіздердің ой пікірлеріңізді білгім келеді. Аталған тапсырмалар бойынша жауабымызды суретке түсіріп, Classroom желісіне жібереміз. Немесе түсінбеген сұрағымыз болса, комментарияға жазып жауап аламыз. Мінекей бүгін біз сабағымызда берілген 3 критерияға тапсырма орындадық. Ендеше сабағымызды аяқтай отырып, кері байланыс береміз. Бүгінгі қашықтан оқыту кезіндегі сабағымыз түсінікті болды ма? Сізге не ерекше қызықты және не ерекше қиын болды? Енді сіздер, құрметті студенттер, Classroom желісінен сіздерден кері байланысты күтемін. Егер бірінші смайликті таңдасаңыздар, ол сіздерге сабақ барынша түсінікті деген сөз. Ал егер екінші смайлик таңдасаңыздар, сабақта сіздердің бір түсінбеген сұрақтарыңыз бар. Яғни сол сұрақтарыңызды қосып бірге жібересіздер. Мен сіздерге кері байланысты жауап қайтарамын. Ал үшінші смайлик таңдасаңыздар, бүгінгі сабақ сіздерге мүлдем түсініксіз деген сөз. Мен сіздерге кері байланыс арқылы жауап қайтарамын. Сабағымыздың соңына келіп жеттік. Үйге тапсырма. Шығыс тәттілерінің басқа түрлерін ғаламтор желісінен тауып дайындалыңыздар. Сау болыңыздар.